Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Бекзат Саттархан Құрманәлі. Ұстазбен сырлы сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті медицина және денсаулық сақтау факультетінің докторанты, ғылыми қызметкері, бірнеше ғылыми жобалардың авторы Мереке Әлібек Айбекұлы. Ассалаумағалейкум Әлібек аға. Уақыт бөліп сұхбатымызға келгеніңізге көп рахмет. Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қай жердің тумасысыз? Уағалейкум ассалам Бекзат, рахмет. Мен өзім Алматыда дүниеге келгенмін. Балалық шағым, жастық шағым, жасөспірімдік кезім осы Алматыда өтті. Одан кейін мен дәрігер мамандығын тамамдап, Америкада магистратураны жалғастырдым. 2016 жылы қайтып оралып келіп, осы жерде жанұя құрып, әлі күнге дейін Алматыда өмір сүріп жүрмін. Өзім негізі медицинаға қалай келдім. Менің әкем Семей жақтан. Сол Семей өңірі полигонның әсерінен көп зардап шеккен. Мен кішкене кезімнен сол мәселені көп еститінмін өзімнің туысқандарымнан. Осындай ауруға шалдықты, осындай жағдай болды. Мен әкемнің өзінің ағалары болған, әпкелері болған, олар жастық шағында, жас өспірім кездерінде дүниеден өткен. Соған мен ойлағанмын, өз үлесімді қосам деп, біздің қазақ елінің, халқының, қоғамның жалпы денсаулығын мен сақтауда үлесімді қосам деп медицина жолын таңдадым. Қандай мамандықтар бойынша қай университеттерде білім алдыңыз? Айтып кеткендей, мен өзім осы Алматыда нөмірі 145-ші Әл-Фараби атындағы мектепте, орта мектепті бітіргенмін. Одан кейін Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетіне емдеу факультетіне түстім. 2012 жылы сол факультетті сәтті бітіріп, ғылым жолын қуам деп, Америка құрама штатына болашақ бағдарламасымен түсетін болатынмын. Сол болашақ бағдарламасымен мен бірінші Лос-Анджелес қаласына, Оңтүстік Калифорния университетіне ағылшын тілін оқуға барғанмын. Сол жақта бір жарым жыл тіл үйреніп, экзамендерге дайындалып, Питтсбург университетіне түстім. Питтсбург университетінде қоғамдық денсаулық мектебіне эпидемиология кафедрасына түстім. Сол жақта білім алып, ғылыми жобаларды қалай дұрыс жүргізу, методологиясын үйреніп, анализін үйреніп, 2016 жылы Қазақстанға қайта оралдым. Оралып келіп, кардиохирургия мамандығы бойынша резидентураға түсіп, 20 жылы бітірдім. Қазіргі таңда мен сол біздің медицина факультетінің докторанты болып оқып келе жатырмын. Өте керемет аға. Питтсбург университетінің білімі жайлы айтып берсеңіз, ол жақта оқу қиын болған жоқ па? Ол жаққа оқуға қалай түстіңіз? Білім беру сапасы қандай? Рахмет. Мен сол Питтсбург университетінің оқуын әлі күнге дейін сағына еске түсіремін. Ол жақта енді оқу қиын болды деп айта алмаймын. Өткені өтте сондай ұйымдастыру жағынан, методологиялық білім беру жағынан Америка құрама штаты басқа дүниеге қарағанда алдыға кеткен болатын. Сол себепті мен болашақ бағдарламасымен сол университетке түстім. 2013 жылы болашақ бағдарламасына мен документтерді жинап, экзамендерді тапсырып, өтіп, 2014 жылы өз магистратурамды сол Питтсбург университетінде бастадым. Және студенттерге көп жағдай жасалынған. Сол себепті оқу қызық болды. Қиын болғанмен де мен ол қиыншылықтарды бұлай есімде сақтамағанмын. Тек қана жақсы жақтары қалды. Мысалы айта кететін болсақ, студенттерге арнайы олардың кітапханалары аптасына 7 күн 24 сағат жұмыс істейді. Яғни әр кезде сен кітапханаға барып, кез келген материалды тауып, оқуға да болады, дайындалуға да болады. Және сол кітапханалардың ішінде әдейі үлкен бір жобамен жұмыс істеу үшін группалық бөлмелер бөлінген. Егер магистратурада студенттерге кемінде 3 сабақ, семестріне 3 сабақ алу керек деген талап болатын. Мен оған қарамастан 5 сабақ алатынмын. Бұлай айтқанда қиналып жүрсем де, бірақ
сабағы оқуы да өте қызық болды. Магистратураға түсер алдында Америка құрама штатында Graduate Record Examination деген емтиханды тапсыру керек. Ол негізі ағылшын тілінде математикамен, былай айтқанда академиялық жазбаны тексеретін экзамен. Соны тапсыру керек. Егер бір балдан өткеннен кейін сол результатпен біз қабылдау комиссияна документті тапсырамыз. Қабылдау комиссиясы сол экзаменнің бағасын тексереді, TOEFL немесе IELTS-тың бағасын көреді, оған қоса мотивациялық хат дейді. Әрбір университеттің талабы осындай. Түсер алдында не үшін осы мектепті таңдадыңдар, сендер қандай үлес қосасыңдар, болашақта қандай мақсаттарың бар деген сұрақтарға мотивациялық хат жазу керек. Соны бағалап көріп, олар қабылдайды. Қазіргі таңда сіз сияқты шетелге оқуға түскісі келетін, осы факультетте оқып жүрген көптеген студенттер бар. Соларға қандай ақыл кеңестер айтар едіңіз? Біріншіден, мен оларға 3 кеңес айтарым. Бірінші кеңес ол қай жерге бармасаңыздар да дайындалып бару керек. Мәселен, қазір студент болсын, жас маман болсын, өз мамандықты жақсы меңгеріп, білімі мықты болу керек. GPA жоғары болу керек. Университеттің қоғамдық өміріне қатысып, белсенді студент болу керек. Сол кезде шетелдегі қабылдау комиссия мүшелеріне ол дәлел болады. Ол осы студент бізге келгенде ол да сәтті, білікті маман болатынына сенімді бол. Екіншіден, тіл білу керек. Мен байқағаным, көбісі келеді студенттер, мен шетелге түскім келеді деп. Мен айтам, жақсы, ағылшын тілі жағынан қалай деймін. Сұрақ қоям ағылшынша. Олар жауап бере алмайды. Мен айтам, мен ағылшын тілін енді оқу керек, меңгеру керек деймін. Одан кейін қазақша сұрақ қоям. Қазақшасы, енді қазақтар болса, олар жауап береді әрине. Орыс болса, қазақша, енді олар қиналады жауап беруге. Одан кейін қазақтардан мен орысша сұрақ қоя бастаймын. Айтам, маған орысша жауап бер деймін. Олар орысша жауап бергенде кішкене қиналады. Мен айтам, қай жерде болмасаңыздар да, Қазақстанға, Құдайға шүкір, бізде 3 тілдік бар. 3 тілді қазақша, орысша, ағылшынша жақсы меңгеріп бару керек деймін. Американың өзі медицина жағынан 2 жолы бар түсудің. Біріншісі медициналық мамандыққа, екіншісі жалпы магистратура, докторантураға ғылыми жағынан. Егер біз магистратура, докторантура жағынан айтатын болсақ, оған түсу үшін Graduate Record Examination деген емтихан тапсыру керек. Ол ағылшын тілінде, оған математика жағынан және академиялық жазба жағынан емтихан тапсырады. Ал егер медициналық мамандықпен түсетін болса, олар USMLE, United States Medical License Examination, яғни ақштағы медициналық лицензия алу үшін экзамен тапсырады олар. 3 этаптан тұрады. Фундаменталды медицина, клиникалық медицина, жалпы госпитальдық ұйымдастыру жағынан сұрақтар келеді. Соны олар тапсырғаннан кейін резидентураға документтерін береді. Сөйтіп резидентураны өтіп, олар лицензияны алып, дәрігер ретінде жұмыс істей алады. Шетелді ақштың білім жүйесін көрген адам ретінде сізге сұрағым, қалай ойлайсыз, біздің факультеттің әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналуға мүмкіндігі бар ма? Мен ойлаймын, біздің факультетіміздің потенциалы бар, себебі оқытушылар құрамы өте мықты, олардың көбісі ағылшынша жақсы, көбісі болғанда бәрі айтсам болады, ағылшын тілін жақсы меңгерген, қазақша, орысша да біледі. Бұлай мықты маман және ғылыми жетістіктер жағынан бірінші орында Қазақстан бойынша, жалпы Орта Азия бойынша бірінші орында тұратын біз куәгер болып отырмыз. Мәселен, біздің әріптесіміз Болат Кенесов жақында өз рейтингін Фейсбуктан жариялады. Сол кезде медициналық мамандықтардың ішінде біздің факультет
жалпы Қазақстан бойынша екінші орында ғылыми продукция жағынан тұр екен. Бірінші орында Назарбаев университет. Әрине олардың қаржыландыру мөлшері біздің факультетпен қарағанда 10-20 есе көп болады деп біз білеміз оны. Соған қарамастан біздің факультет басқа жоғарғы оқу орындарына қарағанда оларды озып кеткен ғылыми продукциядан. Сол үшін болашақта біз тек қана Қазақстанда ғана емес, жалпы орталық Азияда және жалпы дүние жүзінде өте беделді университеттердің қатарына кіретінімізге мен күмәнім жоқ. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті медицина және денсаулық сақтау факультетінің құрылғанына небәрі 5 жыл ғана уақыт болды. Неліктен сіз дәл осы командаға жұмысқа келдіңіз? Ол да өте қызық сұрақ. Негізі бірінші себебім ол менің ұстазым, әрі қазіргі кезде мен досым болып кеткен Давлетов Қайрат Қырғызбаевич. Ол 2019 жылы осы командаға келіп, мені де шақырған болатын. Мен ол кездер резидентурада оқып жүрдім. Екінші себеп ол Жана Мантаевна болды. Ол кісінің адамдармен қарым-қатынасы профессионалдық жағынан өте сондай білікті маман, жақсы кісі деп айтуға болады. Сол кісінің қол астында жұмыс істеп, көп нәрсе үйренуге болады деп мен сенгенімін. Үшінші себеп ол біздің Айнар Сейсенбековна мен баяғыдан бері біз Фейсбуктан дос болып келеміз. 2018 жылы тұңғыш президент қорымен ұйымдастырылған жас мамандар мектебінде біз танысып, Қасқасу жерінде. Сол кезде Айнар Сейсенбековна мені біздің факультетке шақырған болатын. Солай мен келдім. Аға, дәрігерлік мансабыңызды ары қарай жалғастыру ойда бар ма? Жалпы болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Ол сұрақты менен көбісі қояды. Олар айтады, енді сен дәрігер болып оқыдың, резидентураны да бітірдің, өкінбейсің бе дейді. Мен айтам, жалпы кардиохирургия ол мамандық деймін. Менің біріншілік қалай айтсам, тәжірибем, оқыған мамандығым ол дәрігер деймін. Мен әрқашанда дәрігер болып қаламын. Клиникалық практикасы болсын, медициналық ғылым болсын, ұйымдастыру жағынан болсын, мен дәрігер болып қаламын. Неге десеңіз, біз ғылым болсын, ұйымдастыру жағынан болсын, егер адамның организмде не болып жатқанын, қандай қауіп-қатер факторлар, қандай сыртқы қоршаған орта факторлары адам ағзасына әсерін білмесек, біз қалай оны зерттейміз, біз қалай оны дұрыс қорғауды ұйымдастырамыз деген сұрақ туындайды. Сол үшін мен ойлаймын, мен дәрігер болғандықтан өз клиникалық тәжірибемді жалғастырамын деп көбісі айтады, енді жалғастырмайсың дейді. Оны мен жоққа шығармаймын. Бұйырса енді уақыт өзгереді, мүмкін мен болашақта қайтадан сол клиникаға оралайым деп, ондай да ой бар. Өздеріңізде керемет мамандар бар кезде біздің денсаулыққа ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сырлы сұхбатыңызға көп-көп рахмет аға. Біздің факультетте осы теория ғана емес, практик мамандардың барына мақтанамыз. Сізге жалпы медициналық өміріңізде, жалпы өміріңізге сәттіліктер тілейміз. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Егер сұхбат ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.